осы жұмысымды жасап жатқаныма 13 жылдан бері 12 жыл ма, 12 жылда мені бірінші рет министерствоға шақырды алдында. Өмірімде бірінші рет осы жұмысымен кіріп, сол кезде бір әңгімелескенбіз, проблемаларыңды айтыңдар. Бізде бапкерлер көп, материал да көп жұмыс жасайтын. Ауылдық жерлерде қарасаң, қырғын мықты жігіттер бар. Бізде кішкене спорттық менеджерлер кішкене емес, кәдімгідей аздау. Потенциалдарын көріп, сосын жеңістерін көріп, және де анау іштей рухтарын біліп тұрасың ғой енді кім екенін. Ондай жауынгерлер бір 20-сы бар. Бірақ жаттығуларын жасамай жүр. Сол жол осынысымен ауыр ғой. Жаттығу жасағысы келмейді ешкім. Терлегісі келмейді. Болар елдің жігіттері бір-бірін батыр деп айтады дейміз да, бірақ көп естеймін да бір-бірін өсектеп атады да адамдар. И соның ішінде публичный өсекте дейтіндер де көп та. Ассалаумағалейкум баршаңызға, армысыздар, құрметті біздің көрермен. Біздің арнамызда бүгін эксклюзивті сұхбат. Студиямыздың төрінде бүгін бізде Найза лигасының президенті, негізін қалаушысы Нұрбек Қарабала. Нұрбек мырза, қош келдіңіз. Рахмет көп. Енді Семейден келдіңіздер. Семейде Найзаның кезекті турнирін өткіздіңіздер. Алдағы турнир Ақтау қаласында өтеді. Құдай қаласа. Жалпы бұндай аймақтық енді сіздер де былай ғой, әр турнирді әр қалада өткізесіздер. Бұл промоушенға бір үлкен шығын емес пе? Қандай плюстар бар деймін ғой? Енді біріншіден плюстар жан жақта біздің жанкүйерлеріміз бар. Сосын көбінде жазады, біздің қалаға өткізіңіз. Сосын ол тарих қой, Ақтауда өткізбеген емес, өткіздік. Біз екі себеппен барамыз да. Біріншіден енді әрине ыстық фанат болу керек. Екінші себеп ол өткізетін жаңа арена болу керек. Ақтауда енді өкінішке орай үлкен арена әзірше жоқ, 3000 адам сыйдыратын. Бірақ теңіздің жағалауы бар, сосын жаңа Рикс сияқты жерлер бар. Жалпы сол жерде егер осы Семейде өткізген болсақ, Семейде жазда бәрі демалуға кеткен болса, Ақтауға көбіне келеді демалуға. Сондай туристер көп жерлер ғой былай қарасаң. Ал енді Семей тағы да басқа қалаларды алатын болсақ, ол жерде жақсы инфрақұрылым бар. Семейдің өзіндегі Абай аренаны көретін болсаңыздар, енді Алматы аренаның кішкентай түрі ғой, 5000-дік, 6000-дік. Бірақ өте жаңағы әдемі, таза, заманауи, сосын жаңағы жаңа да. Бірінші жарыс өткізген кезде ол қыста болды ау деймін, күзде ма, сол кезде біраз көрермендер келді. Қазір енді кішкене біз білдік, жазда көп адам болмайтын, бірақ жоспар болғасын жерде сондай бір атақты өзінің жеріндегі мықты жауынгер болғасын жерде. И үшінші момент ол мәдениет деп ойлаймын да. Неге десең, біздер Астана, Алматыдан басқа ешқай жерде өткізбейтін болсақ, шет жаңа өңірдегі адамдар жалпы бұндай шараның қалай өтетіні, келу тәртібін, сол жерде болу тәртібі, мәдениетін түсіну керек, көру керек. Бірінші өткізген кезде реакция қандай болды, екіншісінде өткізген кезде біраз адамдар өзінің эмоцияларын жіберіп алды деген сияқты, сол жарыс арқылы. Керемет сәт деп ойлаймын. Егер қолымыздан келсе, жасай беруге тырысамыз, арена бар жерлерде. Бір жағынан Алматыда негізі халық ММА бокс кештеріне бір тойған сияқты көрінеді, өйткені көп жиналмай жатады. Енді ол да бар, жиналмай жатады. Сосын енді өзіңіз ойлаңызшы, егер Семей, Қарағандыда өткізетін болсақ, афишаның лентасында аптасына бір 4-5 шара болатын болса, ол жақсы ғой, 4-5 шара болатын болса. Алматыда бір күнде 4-5 шара өтіп жатыр. Бір күнде. Жаңағы мәдениет саласында, спорт саласында бәрін қосқан кезде. Одан басқа бөлектері бар, қаншама жерлер бар, бас қосып демалып жүрген, концерт өткізіп жүрген, тағы да басқа. Сондықтан Алматыда әлі бір жарыс көрген жоқпын, толықтай билеттерді сатып, бәрін кәдімгідей адамдар сондай келіп. Егер UFC келетін болса, сол кезде қызық болады деп ойлаймын. Соңғы өткен турнирде Саралапов пен Серікұлы арасында жекпе-жек өтті. Қателеспесем, Саралапов қой дейме, салмақ жасалмаған. Салмақ жасалмаған. Негізі Найзада байқаймын, осындай жағдайлар 2-3 рет қайталанды. Бұл жауынгерлердің немқұрайлы қарауынан ба, әлде промоушенның талабы сондай қатал болмай тұр ма? Енді ол жерде қатал болма, көбі осы сұрақты қояды да, біріншіден не жоғалтатынын түсіну керек қой ол жауынгерлер.
Биздер енді UFC-дегідей бәленбай ақша төлеп отқан ештемеміз жоқ. Сол көптеген промоушндарда солай өмір сүріп жатыр. Бірақ енді қазір нені алатын болсақ, осы сәтті алатын болсақ, ол баланың уақытында түсінбеуі да. Негізінде мен оның бапкерімен де сөйлескем. Сен 77-71-ге енді қуа алмайсың ау. Осыған енді точно қуам дегендей болды да. Бапкер де айтты, клубы да айтты. Бірақ 600 грамм қуа алмай қалды. Жалпы былай енді ереже бойынша, келісім шарт бойынша 600 грамм 1,5 килоға дейін бір өзінің нелері бар. Қуа алмаған жағдайда бүйтіп істеу болады деген сияқты. Жаңа үстіне 20% мынау алып қалады. Бірақ ары қарай шығуға тиісті. Негізінде қайғайсыда. Ал енді жасай алмай қалды. Ол күнделікті болып жатқан практика. Қатал болу үшін сен қарсыласыңды бұл жерде енді ешкім сотқа бермейді ғой. Тек қана мана гонорарын төлемеу или төлейсің болды. Кейбір жауынгерлердің гонорарлары жаңағы үлкендеу болады, кейбіреулердікі орташа, тағы да кішкентай болады. Бірақ дегенмен әлі бір орта ереже жоқ. Қандай болатыны ары қарай жаңағы не істей алатын деген сияқты. Бірақ Тимурлан да екеуінің келісім шартында бұл сәт әрине болуға мүмкін деген ережеде жазылып тұр. Сондықтан ешқандай проблема жоқ деп ойлаймын. Осы қос жауынгерге сіз өзіңіз видео үндеу жасаған болатынсыз, мен ұмытпасам. Жаңа жекпе-жек мен сендерге титулдық айқас беріп жатырмын, алсында жекпе-жекті қыздыра алмай жатсыңдар деп сұрағым келгені, енді сіздің пікіріңізді білгім келеді. Біздің жалпы қазақстандық жауынгерлер не үшін осындай бір шоу жасауға шорқақ болып келеді? Медиасын көтеруге тырыспайды ғой көбісі. Жалпы енді былай айтқанда, тек қана Қазақстанның жауынгерлері емес ол. Көп жерлерде солай UFC-ді алатын болсақ, Жоза Альдо мен Конор Макгрегордың жекпе-жегін көрдің бе? Сол кезде Жоза Альдо сөйледі ме? Сөйлей алмады. Неге десең ағылшынша білмейді. Бразилия жаңа өздерінің Португал ғой, сол тілмен сөйлеген жағдайда да көп сөйлемейтін жігіттердің бірі. Сондай жауынгерлер болады, бірақ әрбір жауынгер бұл ең біріншіден әрине енді мен жаңағы промоушнның сол ивенттің танымалдығын өсіргіміз келеді, бірақ айтқымыз келеді, бірақ жауынгерлердің өздері түсіну керек. Көп жауынгерлер келеді маған, Нұрбек, мен осындай төйлесем, мен мықты жауынгермін, маған көп ақша төле дейді. Мен айтамын, не үшін? Жалпы сен мықты болған үшін ба? Мықты болған үшін ақша төленбейді қазір. Тек қана мықты болған үшін. Сен біріншіден танымалдың, үлкен болу керек. Екіншіден мықтысың тағы да. Одан тағы да бірнеше факторлар бар, неге берілетін. Бірақ Қазақстанның жауынгерлерінің арасында да шулап жүргендер де көп. Өздеріне жаңағы әдемі несін жасап, кеше ғана тек Мұратбек Қасымбайды ал, одан кейін жаңа Фаниль Рафико жаңа қазіргі таңда уже вроде бы жас емес, бірақ дегенмен қазір пикта тұрған жауынгерлердің бір Фаниль, қазір былай қарасаң. Одан төмен алатын болсаң Алиби Идристі ал. Жасай алады, жасағысы келмейді, қызығушылық қатты емес, ұялшақтығы бар. Сосын бәрі ойлайды ғой, манағы хайп деген, жаңа трешток деген тек қана бір-біріңді боқтау, бір-біріңді жамандау жоқ, басқаша да жасауға. Оған жаңағы егер үлгі келтіретін болсақ, мана кім Мага есімі ұнайтты маған жеке өзіме. Қалай жекпе-жектерін біреумен жаңағы қарсыласады, біреумен видео жазады, біреумен жаңағы сторителлинг дейді ғой, жаңағы видеолар жазады, жаңағы бір-бірін келтіреді, сондай. Бұл жерде жан-жақты болу керек. Ал енді біздің Қазақстанның жауынгерлері бәрі сондай деп айта алмаймын. Бар арасында. Тап осы жерде енді Тамерланның өзі, Сарылаптың өзі кішкене сондай скромный бала. Былай жалпы кабинетте отырсаң да, бір жерде или там залда отырсаң да, көп сөйлемейтін бала ғой негізінде. Тимур да сондай. Екі арасында антагонист болмай қалды да, бір-біріне жаңағы не істейтіндей. Бірақ екеуі де мықты. Мен шын айтсам, сол турнирде отырған кезде бір күн бұрын жекпе-жек болмай қалады деген бір сондай неміз болды, күмәніміз болды. Одан болды жекпе-жек, одан кейін жаңағы жарыстың кезінде отырым, енді мен ешіне қарап отқан жоқпын. Бойларды былай мелкім қарадым енді, әрине жаңағы Тажиев пен Хейбатинің арасында. Бірақ сол жекпе-жекке менің акцентім болды. Қаншалықты біздер
біраз жұмыс жасадық, қаншалықты бұл жекпе-жек шынымен болу керек еді деген сияқты. И 5 раунд өткеннен кейін мен шын айтсам кәдімгідей түсіндім да, бұл жекпе-жектің осы күні осы жерде осы аренада болу керек екен. Осы жекпе-жек жайында сұрақ қойғым келіп отыр. Осы Тажиев пен Хейбати арасында реванш бола ма? Қажет жоқ деп ойлаймын. Қандай реванш? Тажиев жалпы күреске сәл нелеу, тәжірибесі аздау ғой. Жалпы аралас жекпе-жекте тәжірибесі аздау. Қолмен өте мықты соғады, көбі қорқады қолынан. Сосын енді шын айтсам, мына Тажиев деген мен соңғы кездері қашан төрлесіп еді, сол Павловскиймен болды деймін, 2-3 жекпе-жек. Сол жекпе-жектен кейін үрленіп кеткен, кәдімгідей 71-ге қуа алмайды. Бойы ұзын, сондай кәдімгідей қолдары ұзын. Негізінде көбі былай жекпе-жекке шыққан кезде нет ана Номадтың тағы да басқа промоушндардың мына нелер отрезектер попадать етіп қалады, жаңағы рилста бір жерде біреумен төрлесіп жатқан, кулачка ма, кулачка деп айтамын, бокс па. Сол кезде қараймын, енді соққысы өте жойқын. Көбі қорқады екен соққысынан. Байқадым да, қарсы шыққан. Антропометрия жағынан қолында сосын несі бар, қуаты бар, ауырлау удары. Жалпы оған сол боксқа қарай шыға беру керек деп ойлаймын. ММА кішкене тәжірибе жоқ ода. Жоқ емес, аз. Тәжірибе керек. Ал енді Хейбати көрдің ғой, өзі ода былай қарасаң бас хат жасап соның жігіттердің бірі ғой, өтіп кетті да өзінікін істеп тастады. Бірақ сонда да Санжарда негізінде мүмкіндік болды құлатпауға. Ал ұйықтап отқан адамды өзі оятып алды да. Енді алда Ақтау қаласында үлкен турнир өткелі отыр. Найзаның ол жақта Балғын Жеңісұлы мен Нұрбек Қабдрахманов айқасатын болады. Осы жекпе-жек жайында енді өзіңіз қандай пікірдесіз? Меніңше бұл Нұрбектің осы уақытқа дейінгі ең сондай қиын қарсыласы болатын секілді. Нұрбекте қиын қарсыластар көп болды ғой. Біз жеке мен өзім жекпе-жектердің бәрін көрсем, Нұрбекте жекпе-жектердің көбі ауыр болды. Эминовті есіңе түсір. Одан жаңа Ұлан Таңғабаевты есіңе түсір. Одан жаңа енді бұның алдында жекпе-жектен жеңіліп қалды жаңа кімнен, Киосадан. Мен өзім жеке Нұрбекті былай көрген кезде көп жекпе-жектердің бәрі оның жеңістерінің көбі анау орысша айтқанда трудовые победы деп айтады ғой. Сондай бір еңбек, ауыртпашылықпен, сондай қанмен термен келеді. Жеңіл болған жоқ, оған тәжірибесі бірақ үлкен. Енді бұл қиын жекпе-жектердің бірі жаңа қарсыласы үшін емес, қарсыласы сондай мықты болған үшін емес, өзіне байланысты бұл. Кеше ғана осыдан бір неше 6 ай ма 7 ай бұрын 8 ай бұрын құлап қалды ғой Киостан. Сол жекпе-жектен кейін мен қазір Нұрбекті шын айтсам көргім келіп жатыр. Неге десең, Киостың жекпе-жегіне дейін көбі мына Алиби, Идрис Дастан деген үшеуі бар ғой Ақтөбеден, Бағдат бар, еркін күштен. Еркін күштен. Солардың арасынан негізінде фаворит болып UFC-ге барады деген ойлары сол Нұрбек еді негізінде. Түрдесі түрі бар, жаңағы салмағы да сол жаңа 66 көбінде адамдар қарайтын салмақ 71 мың қасы деген сияқты. Одан кейін жаңағы иминті өтті, көптеген бір ауыр сәттерден өтіп, ал осы бала міне дайын, енді бір 2 жекпе-жек болса ары қарай басы болады екен деген бір ойлар болды негізінде. Менде де сөйтіп ойлағам. Бірақ менде приоритетте ол кезде Алиби тұрған. Өзімде да жеке жоспарымда. Сол кезде енді көрдің ғой, Киосадан құлап қалды, қарсыласы ауысып, салмағын қолмай қалды, белбеуге төйлеспейтін болды, бірақ төйлеспейін деп айтты. Енді оның да өзінің ерлігі ғой, керісіп тұрған. 1,5 кило ма, 1 кило ма сондай салмағы ауыр болған. Сол кезде шығып Нұрбек нокаутқа ұшырады. Бұл енді көбі жаңағы жауынгердің мықтылығынан емес, өзіне бір сенбеушілік пайда болғаннан деп ойлаймын мен. Жеке өзім сондай ойым бар. Былай қарасаң мықты жігіт қой. Небір мясорубкалардан өтіп келді. Найза жекпе-жек жайында айтып өтсеңіз, жас таланттарға үлкен мүмкіндік. Найза жекпе-жек бізге енді шынымен айтсам, жеке өзіме күніне 100-ден 150-ге дейін хат келеді Инстаграмға, дайректке. Нұрбек аға, өзбекше Нұрбек ака деп жазады, таджиктер Нұрбек ака деп жазады, Нұрбек байке, қырғыздар. Одан қырғыздар жазады, байке деп, одан кейін қазақтар жазады, аға деп, одан кейін Россиядан жазады, Дагестаннан жазады. Адам көп. Енді мен айттым да, енді оның бәрін жинап, арасынан шынымен де кім жауынгер емес, біз қайдан білеміз. Сондықтан неге десең, былай да жазатындар көп. Былай вроде бы Инстаграмына кіріп қарасаң, анау деген енді точно төбелеспейтін бала.
ну төбелесіп көрмеген бала да, бірақ төбелескісі келіп жүрген бір сондай желаниясы бар да. Сондықтан бұл найза жекпе жек деген бұл жаңа жоба. Найза жекпе жектің бұл 5-шісі ма 4-шісі ма өтті ғой. Сол найза жекпе жекті ашқанымыз қазір бір общий жауынгерлердің бәрін бір жерге жинап ұсыныстарын өзіміздің бір анкета түсіретін жерге түсіргізіп, сол жерден қарап, мүмкін арасынан шын айтсам бар ғой, біз енді өзіміздің бір алғашқы миссиямыз бар ғой. Мына жауынгерлердің арасынан бір жұлдыз тауып, соны ары қарай жіберіп, оның артынан жас балаларды ертіп спортқа келтіру деген сияқты. Бұл жігіт анда барып, егер дұрыс мәдениеті, тәрбиесі, білімі болатын болса, ары қарай тілін, өзін, ұлтын, әнұранын тыңдатса деген сияқты, сондай бір не бар деген жоспар болған. Сол арқылы өзімізді таныту деген сияқты, жауынгерлер арқылы. Енді Құдайға шүкір, ода бір жоспарымыз іске асып жатыр ғой, жайлап. Бірақ анау бұрын сондай бір сөз болған, кәсіпқой спортпен сосын массовый спорт екеуі бір-бірсіз өмір сүре алмайды. Кәсіпқой спорт жаңағы неге көпшілік қатысып жатқан спорттан резерв іздеу керек. Сондықтан біздер сөйтіп жекпе-жек дегеннің арасынан резервтер тауып, осы үлкен аренаға шығарамыз деген жобамыз ғой. Енді найзадан бері қазақ ММА-сы жайында да айта өтейік. Жалпы Қазақстандағы ММА-да ең басты мәселе не? Қазақстанда ММА-да, былай шынымен айтқанда ешқандай проблема жоқ Қазақстандық ММА-да. Ең бастысы бұларға мешать етпеу керек те. Жақсы дамып келе жатыр. Әрине, кейбір жерлерде жаңа мәдениет бағыты бар, одан кейін тәртіп бағыты бар, одан кейін манағы тағы да бір жаңа трэш-ток перебарщет, бір-бірін шапалақпен ұрып деген төбелестер, анау сондай моменттер бар. Ол тәрбие да, ол келтіруге болады. Неге десең, мен қай-қайсысын осы ММА индустриясында жүрген адамдардың әрқайсысын білем. Әрқайсысы жаңағы қалай айтсам болады, отанға қарсы жүрген жігіттер емес. Әрқайсысы біраз балалар тәрбиелеп саған, өзінің жаңағы ісі арқылы біраз адамдарды дұрыс жолға қойғысы келіп жүрген адамдар. Сондықтан бұл жерде жау жоқ. Кейбір кезде жау іздеп кетеді ғой. Ойбай, мынау бүйтіп жатыр. Мен талай ондай жиналыстарда болған. Жалпы өзім сондай ұстаным бар. Көп емес, жалпы жамандағым келмейді. Неге десең, бәріміз айтамыз, жаңағы болар елдің жігіттері бір-бірін батыр деп айтады дейміз да, бірақ көп естеймін да, бір-бірін өсек деп атады да адамдар. Соның ішінде публичный өсекте дейтіндер де көп та. Сондықтан мен өзінің жеке ұстаным, ол жаман айтатын адамдар көп, біздер жақсы айтайық, жақсы тілейік, жақсы ойда болайық деген сияқты сөйтіп жасағым келеді. Бұл жерде ең бастысы бізге қазір мешать етпеу керек. Екінші проблема, андай проблема емес, қазір кішкене федерацияда не болып жатыр ғой, қалай айтсам болады, түсініспеушілік болып жатыр. Әртүрлі федерациялар пайда болды, тағы да бірдеме. Одан жаңағы азиаттық ойынына бір амма деген федерация кірді, оны мына жақтағылар мына федерация деп ойлап жатыр. Сондықтан бұның бәрін жобаға келтіріп, бір тәртіп орнатып, сөйтіп жұмыс жасау керек, бірлесіп. Неге десең, бөліне берген шаршадым, шын айтсам бар ғой. Біз енді біраздан бері бұл сәтті саладамыз ғой. Сол. Негізі ММА-да нақты кәсіби ММА федерациясы жоқ, мен білсем. Кәсіби? Енді кәсіби федерация жоқ, кәсіби федерацияның мүмкіншіліктерін сол әуесқой федерацияның қолында. Сөйтіп естідім мен де. Мен шын айтайын, осы жолда жүргеніме бір енді жалпы спортта бір 20 жылдан аса жүріп қой, бірақ осы жұмысымды жасап отқаныма 13 жылдан бері 12 жыл ма? 12 жылда мені бірінші рет министерство шақырды алдында. Министр Ербол Ерекең шақырып, қолдарымызды қысып танысқанбыз сол кезде. Оның алдынан танимыз енді бір басқа сәттермен. Бірақ министрлікке мен өмірімде бірінші рет осы жұмысымен кіріп, сол кезде бір әңгімелескенбіз, проблемаларыңды айтыңдар, жаңағы проблема еместеріңді айтыңдар. Сол бір сондай моменттер болды да, сол кезде мен сол жаңа кісінің өзіне де айтқанмын.
енді анау мынау о да бір жақсы, о да негативтен бастаған жоқ. Неге десең, бізді негізінде мен былай түсінуім бойынша сол жерге бір тек ұрысу үшін шақырған негізін. Мана ана жерде былай болып жатыр, мына жерде былай болып жатыр. Мен бір рет енді көп жерлерде айтқан жоқпын ғой, бірақ айтайын, бір кездері мені бір сол спорт саласындағы бір министрліктің бір адам шақырған әңгімеге. Бірақ министрлікте емес, басқа жерлерде кездескен кезде, сол кезде отырып, енді әңгімесімен де түрімен де бүйтіп қарап отырмын да, бетімді тілгісі келіп жатыр да. Мен түсінбей жатырмын да не үшін екенін. Әңгімесін тыңдап отырмын. Я бір жарыста бір сәт болып қалған, Сапиевтің кезінде. Сонда осындай бір сәт болып қалған. Сонда менімен сөйлескен кезде ол кісі менімен андай, қалай айтсам болады, халық жау ретінде сөйлесіп тұр да. Сөйтіп келтіріп жатыр да. Сонымен бетіне қарап тұрдым да. Бірақ оның алдында өзіме де уәде бергем, ешкіммен ашуланбай, жайлап, аккуратно, жоқ деп кетем ғой деп. Бірақ ішімнен ойладым да, осы күнге дейін 70-тен жоғары халықаралық деңгейдегі шара жасадым. Біраз балдарға көмектесуге тырыстым, Құдайдың қалауымен. Ана қасымдағы серіктестерінің күшімен, жеке өзімнің ақшамды салып, максимально барынша жақсылық жасауға тырыстым. Енді бұдан тапқан ешнем ақшам жоқ. Шын айтсам, бір коттедж салып, ойбай там байып атқан джип сатып алып деген, одан осы жұмыстан ондай неміз жоқ. Бірақ ойладым да, неге ол 70 жарысымды жасаған жарысымды айтпайды, 71-ші жарысымды айтып жатыр да. Сондай бір қызық оқиға болды. Содан кейін мен жаңағы Ербол Ерекең министр шақырған кезде кішкене қуанып қалдым мен, әңгіме жоқ. Негізінде бір проблемаларды айтуға келді ғой енді. Бірақ дегенмен жаңағы келіп айтыр, рахметін айтты. Сол кезде бірінші рет өмірімде министр шақырып алып, ойбай жігіттер біраз жұмыс жасадыңдар, рахмет сіздерге. Біраз жігіттерді енді қазір трендовый спорт қой деп сол бір назарын аудартқан болатын. Қуанып қалдым, шын айтсам. Сондай бір, қалай айтсам, бізге олардың ішіне керемес қой, былай қарасаң. Ол жеке мен мемлекеттен деп жатқан жоқ, министрден деп жатырмын да. Жеке өзінен ішіне керек емес. Просто манағы айтқаным ғой, не мешайте, біріншіден. Екіншіден, жаңағы бір признание ғой, бір адам шақырып алып, қолын қыссаң да, медаль ішіне сұрап тұрған жоқпыз. Оны айтпай қойсын. Бірақ манағының өзі, әңгіменің өзі шақырып алып, жігіттер біраз жұмыс еттіңдер. Бәрі бүткіл промоушндар шақырылды. Осылай бейттіңдер, сөйттіңдер, молодцы, жақсы істеп жатсыңдар. Давай бірақ мәдениетті өзгертейік, тәртіпті өзгертейік. Оған біздер толықтай қолдаймыз дедік. Бізге де керек ортақ мәдениет. Неге десеңіздер, менде де алаңдай, менде де кішкентайларым өсіп келе жатыр. Ертең болашақта қандай мемлекетте өмір сүреміз. Біздің Құдайға шүкір, енді кішкентай болса да бір аз-маз танымалдығымыз бар. Сол арқылы жастарды тәрбиелеуге тырысайық деген сияқты. Бұл видео біздің достарымыз Париматчтың қолдауымен шығып отыр. Олардың телеграм арнасына сілтеме комментарийде бекітілген. Париматчтың телеграм арнасына өте отыра сіздер олардың ұйымдастырып жатқан акцияларынан хабардар бола аласыздар. Негізі жалпы мемлекеттің осы ММА-ға деген көзқарасы теріс деп ойламайсыз ба? Өткені мен теріс деп ойламаймын, просто былай қарасаң, бізде мына ММА-де егер мемлекет тарапынан алатын болсақ, қандай байланыстар бар? Ол мана календарды бекіту, осы спорттың бағытын дамыту, және де енді біз ММА-дегі бар жобаларды, жоспарды ММА-ды көтеру және де таныту және де көбірек адамды жинау деген, біз ол жұмысты былай басынан аса жасап тастадық. Қай-қайсы болсын осы ММА индустриясында, промоушндардың арасында. Ал енді мемлекеттік көзқарас ол әрдайым былай болады да, мәдениет министрі айту мүмкін да, ММА болмайды деп. Оныкі дұрыс. Неге десең, ол мәдениеттің министрі да. Дін министрі, дін муфтият айту мүмкін да, ол әрқайсы адам өзінің бағытын қолдайды, өзінің бағытында жұмыс жасайды. Ал енді бұл жерде спорт министрі бар, федерацияның өкілдері бар ғой. Олар бәрін көріп тұр ғой, динамиканы көріп тұр. Қанша жас балдар спортқа келіп жатыр, қандай тәрбие жүріп жатыр. Бұл ММА-ды бәрі түсінгенмен, біріншіден тарихына кіріп түсіну керек та. Қалай басталған? Біз бәріміз білеміз ғой. Бізде біраз жігіттер болды далада жүрген. Біздер біраз жігіттерді мына қояншылықтан шайқасқың келсе, рингте шайқас деген жоба қайдан басталды? Сол даладағы балдарды
өздерінің потенциалдарын ана жерге лас жерге жібермей, одан да келіп мына Шафқат сияқты өзінің шеберлігі арқылы, өзінің мана қайсарлығы арқылы, жігерлігі арқылы анау халықаралық аренада тымақты киіп алып, мен қазақтың баласымын деген әңгімеге не жетсін, енді президенттің өзі шақырып алып жатыр, мойындап жатыр деген сөз ғой, бүткіл әлем танып жатыр. Вот сондықтан сондай балаларды көбейтетін болсақ, ертең біздің туымызды биікке көтеретін болса, егер біз Қазақстан туралы жалпы әлемдегі көпшілік спорт саласындағы жүрген айтатын болса, осындай керемет адамдар бар екен ғой, Қазақстанда батырдың жері ғой десе, неге жаман? Жақсы деп ойлаймын. Ал енді оның бәрін тәрбиелеу үшін, оны жасау үшін үлкен жұмыс жүріп жатыр. Оның қатарында бізде жүр, қай қайсымыз болса да. Сондықтан оны мемлекет, егер мемлекет қарсы болатын болса, оны баяғыда жауып тастайтын еді. Өзің көріп отырсың, кеше ғана Қырғызстанда қарсы болды, жауып тастады. Өзбекстанда жаңа ғана ашылды ММА. Егер қарсы болатын болса, мемлекет баяғыда жауып тастайтын еді. Қарсы емес. Аз-маз бір түсініспеушіліктер болады. Бір-бірін там бүйтті, сөйтті, анау былай болып қалды, мынау былай болып қалды. Сол кезде уақытлы реакция болады. Сосын ары қарай жұмыс жалғасады деген сияқты ғой. Енді бізде отандық қазір 3 лига бар ғой Қазақстанда. Октагон, Найза, Алаш Прайд. Осы өзге лигалармен сіздер енді конкурент деп қабылдайсыздар ма? Жалпы олармен ара қатынас қалай? Енді көрдің бе, әрқайсымыз мен қандай бағыт айтпай ақ қояйын, бірақ әрқайсымыз әртүрлі бағыт алып алдық. Жолдарыңыз әртүрлі. Жолдарымыз әртүрлі. Сондықтан бұл жерде конкуренция вообще жалпы жоқ деп ойлаймын. Ешқайсымызда. Әрқайсымыздың жұмысымыз бөлек. Біреу көбірек мына елге мән аударатын болса, біреу жаңағы стратегия бойынша өзінің әлем жаулайым деген бір ой бар шығар деймін да. Сондықтан бұл жерде конкуренция жоқ. Амбициялар болуы мүмкін, жаңа басында бір-бірінен все хотят нос утереть деген сияқты бар ғой. Бірақ дегенмен әрқайсымыз өзіміздің деңгейімізді білеміз. Әрқайсымыз өзіміздің құндылықтарымызды білеміз. Сосын мен жеке өзім, мен білмеймін ғой, екеуі туралы айта алмаймын ғой, бірақ мен өзім жеке ешкіммен Қазақстанда конкурировать еткім келмейді. Мен оны мен мықтымын деп айтқанша, оны халық айтады да, қайсы мықты екен. Халық айтады Қазақстанда. Сондықтан бұл жерде егер конкуренция болатын болса, ол тек қана пайдаға тигізеді. Неге десең, әрқайсымыз жақсылық, біз енді қазақпыз ғой, әрқайсымыз кішкене күштірек, жақсырақ жасағымыз келеді деген сияқты. Сондай пайдалы себептер болуы мүмкін да. Бізде Қазақстандағы ММА клубтары неге тек жаттығу процесімен ғана тоқталып болады деп ойлайсыз? Жаңағы медиа, пиар жағынан жұмыс жасамайды ғой енді бізде. Мына сен подкастный студия ашқаныңа қанша болды? 1 жыл. Ал жалпы осы салада жұмыс жасап жатқаныңа қанша болды? 1,5-2 жыл. 1,5-2 жылда енді өзің деңгейіңді замер етеді да, осы подкастың. Содан кейін 1,5 жылда сен не істегеніңді замер етеді. Не жасадың? Ал енді қара, интервьюдағы жүрген жігіттер, клубтағы жүрген жігіттер, олар өзінің бағытында жұмыс жасап жатыр. Большинстве көбінде бұлар деген бағыттар бір. Спорт. Ал енді мына өзің айтқандай, неге мына медиа пиар жағынан дамымайды десең, олар сен білетінді білмейді. Сен олардың білетінін білмейсің. Сол кезде мен жалпы манағы кеше бір үлкен шараға бардым дзюдодан. Сол кезде осыны бір кісіні атап жатыр да. Осы кісі боксты да, дзюдоны да көтерген, беткен, сөйткен, жаңа Бекет деген ағамызды. Естідің ба? Соны айтып жатыр ғой. Вот сол кезде былай болған деп айтады да. Көбінде сол әрбір сәт бір адамға байланысады да. Сол лидер болады да соның ішінен, сол тартады. Оның білектігі, жаңа білімі қандай, сол жер сондай болады да. Солай дамиды да. Егер қазіргі таңда бір кейбір клубтарда тек қана бағыт, жаңа жаттығу жасау, инновационный подход, манағы жаттығуға шетелдік бапкерлерді алып келіп бүйтіп істеп жатса, ол бір мәселе. Ал енді екінші пиар, тағы да маркетинг или SMM кішкене аздау төмендеу болатын болса, енді ол көрдің бе, ол бағытта өзің сияқты жігіттер керек болады. Сондықтан бұлардың қазір жан-жақты дамуы сіздердің қолдарында. Ол өзің сияқты журналистер.
спорттық бағытта жүрген. Осыларды көбірек айту керек, көбірек тарттыру керек, көбірек жаңағы көсерту керек халыққа. Сондай жұмыс жасау керек. Ал енді жалпы қазіргі таңда универсальный бәрі дұрыс жобада келе жатқан клубтар ол аз. И ол үлкен проблема. Бізде мына спорт саласында айтады ғой, не жетпейді, бізде бапкерлер көп, материал да көп жұмыс жасайтын. Ауылдық жерлерде қарасаң, қырғын мықты жігіттер бар. Бізде кішкене спорттық менеджерлер, кішкене емес, кәдімгідей аздау, төмендеу. Спорттық менеджерлер. Таза спорттық менеджер мен әлі шын айтамын, өңірлерде көрген жоқпын. Астана мен Алматыда бар шығар. Сіздің ойыңызша Қазақстандағы ең үздік жауынгерлік клуб? Енді менің ойымша емес, осы ана жылдың қорытындысы бойынша еркін күш атанды ғой. Еркін күшті енді таза ММА-ды алатын болсақ, қазіргі таңда Найзаның өзінде Али Бидрис чемпион болды, одан кейін жаңа Диас Еренгаипов, ол белбеуін ұстап кетті, екеуі де еркін күш деп атанды ғой. Одан кейін Дастан қазір чемпион, одан кейін Бағдат чемпион, Нұрбек Абдрахманов чемпион. Оның алдында Жалғыз Жұмағұловтар, Дәурен Ермеков чемпион. Найзаны тек қана Найза бойынша айтып жатыр. Сондықтан төлеш жүрген, жасап жүрген жігіттер көп. Олар да өздері айтып жатыр ғой. Нұрбек Айбек ағайдың бір мойындайтын кездері болып қалады. Сол кезде де Нұрбек бізге енді біз үшін Найзаның белбеуі ол типа көрсеткіш дейді. Менде қанша чемпион бар Найзаның, мен сонымен жаңағы Қазақстанда мен сонымен не істеймін дейді. Қанша бұл жерде Найзаның чемпиондары болады. Бір кездері білесің ба, Кабардиев, Самусев чемпион болып атанды жаңағы төбеттің. Сол кезде бір аз-маз бір конкуренция болған сияқты болды солардың арасынан. Бірақ артынан бәрі белгілі болды. Енді осы еркін күш жайында мен өзім енді ақтөбелікпін. Біз Ақтөбедегі жауынгерлік клуб қой. Ішін көргем. Өте кішкентай, осы студиямен бірдей деп айтуға болатын шығар. Сондай кішкентай ғана жерден, мысалы, қаншама Найзаның чемпиондары шығып жатыр. UFC-ге өткен қанша жауынгер бар сол жақтан, үшеуі болды уже, қателеспесем. Сыры неде деймін да? Сіздің ойыңызша? Еңбекте. Басқа ол жерде сиқыр жоқ. Бұл жерде біріншіден енді мен мана айтып кеттім ғой, бір адамға байланысады деп та. Негізінде әрбір іс солай. Мына жерде мықты бір бапкер болуы мүмкін, мына жерде мықты менеджер по продажам болуы мүмкін, мына жерде менеджер маркетинг бойынша бәрі мықты болуы мүмкін. Олар бір жерде жиі жұмыс жасауы мүмкін, бірақ бұларды алып кететін, ары қарай бастарын біріктіріп жұмыс жасататын бір адам болу керек. Сондықтан бұл жерде лидер Айбек ағай, бұл сол жердің жаңағы секрет успехы сол ағай. Бәрін басын қосып, оның қалай айтсам болады, тәжірибесі де бар, оның интуициясы да мықты, жалпы шеберлігі де жақсы, тілге де жақсы, ол кісі сөйлесіп біледі, әркім адамдармен коммуникативный жаңа нелері өте мықты. Сол кісіге байланысты деп ойлаймын. Неге десең, жасау ол бір бөлек, астап қалу ол біраз, оған бір тәжірибе керек. UFC жайында. UFC Қазақстанға қашан келуі мүмкін? Өткен жақында Әзербайжанға барды. Былай қарасақ, енді Қазақстан мен Әзербайжан салыстырсақ, бір анау айтқандай айырмашылық жоқ қой енді. UFC-дің Қазақстанда бар, оларда топовый жауынгерлер жоқ. Бізде бар. Ол бар, Бірақ енді не үшін Әзербайжан таңдады, не үшін Қазақстан? Не үшін емес, не үшін дегенде бұл жерде қалай айтсам болады, жеңіл бәрін түсіну. 10 миллион долларға дейін ақша төлейсің. Партнерский жаңа келісім шартқа қол қоясың. Содан кейін турнир өтеді, болды. Басқа сиқыр жоқ ол жерде. Қазақстанға қашан келуі мүмкін? Енді әлде бізден бұрын Өзбекстанға барамыз? Жоқ, қараш, бұрын бізге қызық болды ол. Қазір қызық емес. Жақын арада мен бір сөйлескен кезде бір адамдармен сол кезде маған айтқан, Нұрбек, сен осы бір 4 жыл бұрын сол әңгімені көтеріп едің, қазір неге көтермейсің, Әзербайжанға келді ғой деймін да. Мен айтам, бізде Қазақстанға келетін болса деймін да, бізде мықты жауынгерлер бар деймін да. Шапхат, одан жаңағы кім, Асу, Азат, тағы да басқа. Ол жауынгерлердің бәрі ешқандай, енді шафқатпен шектелетін болсақ, шафқат белбеуге сол жерде таласатыны ешқандай күмәнім жоқ. Бұл жарыстың басында бәрімізде болатынымыз күмәніміз жоқ. Сондықтан біз кейбір жауынгерлерді өсіріп алдық. Шафқаттар енді мана сол жауынгерлерді ары қарай сүйреп кетсе, өзінің танымалдығы арқылы жаңа осылай
жарыс өткен кезде сол жерде карттың басында болып деген сияқты. Мгм. Қызық. Ал енді қашан келетіні мен ойлаймын, егер ол біреулерге ақшалы қалталы кісілерге қызық болатын болса, ана жерде де солай ғой. Мгм. Бір үлкен кісілер қызығушылығы өте қатты сол спортта тарттырып алды. Фанат. Бірақ мен бір нәрсені айтып кеткім келеді. Енді біраз шаралар өтіп жатыр ғой. Мгм. Мана ұйымдастырушыларға, алтын сырға құлақтарына біраз шара өтіп жатыр. Ешқандай шара UFC-дегідей назар, UFC-дегідей фан-база жинамайды мына Қазақстанға. Оны мен конкретно айта аламын. Мгм. Ешқандай. Мгм. Соңғы мына Азат Мақсумның жекпе-жегінен кейін біздің қазақ ММА жанкүйерлері Хабиб Нурмагомедовті жерден алып, жерге салып кәдімгі жек көріп кетті. Осы жайында сіздің пікіріңіз қалай? Дұрыс емес деп ойлаймын. Мгм. Неге десеңіздер, бізде жалпы былай ғой. Сен батыстық болсаң, мына жерде оңтүстіктің балалары тұратын болса, бір-бірімізбен сыймай қаламыз кейбір кезде. Манағы айтқан сөз, бұлар елдің жігіттері бір-бірін батыр деп айтады, сол кезде ұмытылып қалады да көбінде. Одан жаңағы румен бөлініп кетеміз. Манағы мен Батыстаннан мына жерде оңтүстік деп тұрған ішіне жоқ. Жалпы бөлінуге тырысып тұратын кейбір кезде бір настроенияларымыз болып тұрады. Негізінде соны ол бәріне, ол біріншіден біздер әңгіме былай басталды, қазақ емес дейді. Одан кейін қазақ болса басқа жерден деп айтады. Одан кейін басқа жерден болатын болса басқа рудан деп бөлінуге кейбір азамат бәріне жала жаппаймын, бірақ сондай кездер болып қалады. Енді оны ойбай соны айтқан адам жаман деп айтпаймын, бірақ дегенмен сол мәселені кішкене баспен ойлану керек. Бұл өте жаман нәрсе. Бөліну деген өте жаман нәрсе. Ұлтқа бөліну, руға бөліну, өңірге бөліну деген ең жаман нәрсе. Неге десең, бізде біраз адамдар әртүрлі ұлттың азаматтары өмір сүріп жатыр. Ол біріншіден. Екіншіден, кейбір кезде андай болады. Достық деген болады. Достық. Сен доссың біреумен, иә? Ол қазақ па, орыс па, ол там түркмен ба, Азербайжан ба. Сен онымен доссың, сонда сенің досыңды біреу ренжітіп тұрады да. О да жаман ғой былай қарасаң, иә? Сондықтан ең бастысы ол деген сол Құдай сақтасын, ол адамдар ондай емес шығар. Бірақ сол нәрсені айтқаннан кейін сен неңді көрсетесің? Ол қандай жақсы тәрбиеңді көрсетесің? Қандай жақсы мәдениетіңді көрсетесің? Біз туралы жақсы ойда, жақсы пікірде болмайды одан кейін. Жекпе-жек өтті, жеңісті біреуге берді, ол жерге жаңа Хабиб болсын, Ислам болсын, жүгіріп айтқан жоқ қой, маған бер сала, маған бер салды. Ешқандай бұлардың несі жоқ. Бұлар да дәл солай бастарын ұстап тұрды ғой. Біздер сияқты. Жаңа ана біздікіне береді, мыналар біздікіне береді деген сияқты. Солай болды енді, бұйырған ғой. Енді осы UFC тақырыбынан алшақтамай тұрып, мына бір сұрақты қойғым келіп тұр. Найза лигасынан UFC-ге өту ықтималдығы өте жоғары топ 3 жауынгерді атап өтсеңіз, егер бар болса. Жауынгерлерді? Иә, UFC-ге өту ықтималдығы өте жоғары топ 3 жауынгер. Әлібиден басқа. Енді ол Данил Додженко. Олар енді былай бір табалдырығын аттап қойды ғой. Енді UFC-де ма, UFC-де емес па? UFC-де. Жоқ, сен таф сұрап отырсың ба, UFC-де сұрап отырсың? Мен саған сол айтып отырсың өзің, кім өтеді деген сияқты. Жақсы, енді мына Донченко, Алибиден басқа былай енді бір екі жекпе-жек аз дегенде Дастан өтсе, жақсы, жеңісімен мерзімнен бұрын жеңсе, Дастан дайын деп ойлаймын. Одан Нұрбекті көргім келіп жатыр. Одан бізде анау кім бар? Гасанов деген бар, найзаның жауынгері. 77-ге чемпион, өте мықты. Өте мықты жауынгер. Енді өкінішке орай ана үйлешті жоқ, әйтпесе манағы біздің Бағдатта Қазбекті тікелей жіберуге өтінеді. Енді әлемдегі ең мықтылардың мықтысы ол, былай қарасаң. Олар ана жерге барып картоп жаратын еді. Соның әсіресе Бағдат. Қазіргі таңда енді кеше жинап алды, өте мықты. Жалпы айта берсең жауынгер көп, бірақ соңғы жекпе-жектеріне байланысты ғой бәрі. Қалай төбелесті, қалай жаттығу жасап жатыр, не істеп жатыр. Былай потенциалдарын көріп, сосын жеңістерін көріп, және де анау іштей рухтарын біліп тұрасың ғой енді, кім екен. Ондай жауынгерлер бір 20-сы бар. Бірақ жаттығуларын жасамай жүр. Жаттығуларын жасаса,
кәдімгідей бұл сол жол осынысымен ауыр ғой, жаттығу жасағысы келмейді ешкім, терлегісі келмейді. Солай. Енді бізде Қазақстандағы кәсіби ММА күрт дамып кетті ғой, бірақ мына жақта тура ММА-ға ұқсас тағы бір сала бар, ол кәсіпқой бокс. Бұл сала, бұл сфера жалпы бос тұр Қазақстанда. Сіз өзіңіз промоутер ретінде байқап көргіңіз келмей ме кәсіпқой боксты? Енді мен бір көбінде өзіме ұнайтын нәрсемен айналысқым келеді. Бокспен жалпы ұнамайды деп айтпаймын, бірақ бокстың өзінің майталмандары бар ғой, талай жігіттер бар. Әсіресе қазір соңғы кезде қарасам бәрі боксер болып кетті ғой енді. Мәселе жаңа жамандап жатқанда емес, әйтеуір бәрі бокстан шығып жатыр ма жерден мына жерден. Солар жасасын, көрейік. Біздер осы шаруамызды ары қарай жалғастырайық. Соның айналасында біраз бағыттар шығарайық. Одан жаңа батыр бол деген ойынымыз бар. Соны Құдай қаласа бастайын деп жатырық. Сол бағытта жұмыс жасаймыз. Қалған енді қызық емес. Басқа қазіргі таңда кішкене егер мен жаңағы промоутерлік, менеджерлік деген бағытты алатын болсам, мен әлемде жоқ спорттармен айналар едім. Қызық, потенциалы бар, жасауға болады деген сияқты сондай жаңа дүние алып келгім келеді. Енді Нұрбек аға, студиямызға келгеніңізге көп-көп рахмет. Найза лигасына алдағы ивенттерінде сәттілік тілейміз. Мен үшін жалпы Найза лигасы бұл Қазақстандағы нөмір 1 лига болып есептеледі. Найза лигасында да сізге де сәттілік тілейміз алдағы уақытта. Рахмет. Ал құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым осымен аяқталды. Біздің арнамызға жазылып, лайктарыңызды басып, белсенділіктеріңізді танытып отырсаңыздар болады. Аман сау болыңыздар.